күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр-ақ таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге. Алғыз бауырға, алғыз ауылға, алғыз елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Жанашырым мана, дарашыңым мана, барасылым мана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, баланың қолдаған мақталамын. Бұлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын әке.
қошемет, не деген көңіл күй. Той құтты болса, нақсы бар. Рахмет, тамаша армысыздар. Алыс жақыннан ат терлетіп келген ақ дидарлы ағайындар бүгінгі думанды кешке мерей тойға, алтын тойға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, нұр бітсін дейміз. Кеше ғана еліктің лағындай болып, осы әулетке түскен келіндеріңіз бүгін міне тамырын тереңге жайған мәуелі бәйтерекке айналып отыр. Анамыз 70 жасқа толып отыр. Сонымен қатар әкеміз бен анамыздың шаңырақ көтергендеріне 50 жыл толып отыр екен. Алтын тойға куә болып отырмыз. Қош келдіңіздер, той құтты болсын дейміз тағы. Рахмет. Бұл қыздары алысқа хат, жақынға ат жіберіп, ағайын туыстың батасын алайық, ағайын туысты басын қосайық деп, сіздердің алтын бастарыңызды бүгінгі дастарханға жинап отыр. Қолдарынан келгенше той көсір дастархан жайып сіздерді күтіп отыр. Сондықтан да бүгінгі той, думанды той, мерейлі той тағы да құтты болсын дейміз. Әрбір шапалақ соққан осында отырған ағайынның шаңырағына дәл осындай алтын той жұғысты болсын дейміз. Рахмет. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы болса бір қошемет соғып шулап қояйық. Тағы да той құтты болсын. Дәл осындай көңіл күймен, әдемі құрмет, қошеметпен орнымыздан тік тұрып, қошеметімізді мақтырып, сіздердің алтын бастарыңызда ақ дастарханның басына жиып отырған той иелері достарымен бірге. Ал қошемет соғайық. Тамаша керемет. Мінекей біздің дана халқымыздың әрбір сөзі орынсыз айтылмағаны, тағы айтылмағанына куә болып отырмыз. Біздің қазақ халқы айтады, адам өзімен емес, ұрпағымен мың жасайды дейді. Осы ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, сіздердің жолдарыңызды жалғайтын із, осы ұрпақтарыңыз аман болсын. Енді сіздердің ұл-қыздарыңыздың, жұлдыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің сіздерге деп арнайы гүл шоқтары бар екен. Гүл шоқтарын табыстап, сосын әдемі әсем әндерімен сіздерді құттықтап қойсақ дейді. Халық құрмет, қошемет соқсын, ұл-қыздары, немере шөберелері құттықтап қойса, рұқсат, той құтты болсын. Шарттарыңыз гүлге тола берсін. Ал енді әсем әнге кезек берейік. Біздің әкеміз бен анамыздың ұрпақтарының атынан тамаша ән шашуын қалып алыңыздар. Қошемет соқпасаңыздар шықпаймыз дейді мына кісілер.
рахмет, деген қошемет. Әке, сен үшін көз ілмеген түн ішінде. Ащы тер, адал сүтін ақтау үшін жетпейді жиған алтын. Күмісің де бабын тауып батасын ала алмасаң, баспайды алға қадам бірісің де. Өлгеннен соң жылқы сойып керегіне тауықта татырмасаң тірісінде дейді. Осындай думанды той жасап беріп жатқан біздің әкеміз бен анамыздың ұрпақтарына Алла разы болсын. Қошемет соғып қояқшы ұл қыздарына, немере шөберелеріне. Тамаша, керемет. Сіздерге әке, ана, осы ұрпақтарыңыздың тек қызық қуанышын көруді Алла нәсіп етсін. Ғұмырларыңыз жалғасын таба берсін, көңілдеріңіз қартаймасын. Осы ұрпақтарыңыздың арасында Алла Тағала сіздерге кем дегенде бір ғасыр өмір сүруді нәсіп етсін дейміз. Рахмет. Алла бойларыңыздан қуанты алмасын, денлеріңізден саулықты алмасын, орындарыңыз төрт үйдің тұғырдан ешқашан аласармасын деп сіздерді құрмет қошеметпен төрге шығарып салайық. Әкеміз бен анамызды бүгінгі думанды кешімізді, тойымызды ашық деп жариялаймыз. Той құтты болсын, жариялаймыз. Жүректің төріндегі барша ағайын туған туыстар жақындарымызды жинап отырмыз. Сондықтан да еш қысылмай емін еркін өз тойларыңызда ән салып, би билеп, көңілді кеш өткізейік. Той құтты болсын. Келіңіздер, жайғасып алыңыздар. Рахмет, тағы да өздеріңізбен бір амандасып алайық. Сәлем сөздің анасы, болар айқын, қазағым оны жерден бағалайтын. Армысың, амалмысың, ардақ дедім. Тамақ ішіп, асабаға қарамайтын, өздері қалжыңдасып сөйлегенде сөздері сүйегіңді жаралайтын, 30 күн ұлан асыр тойын жасап, 40 күнде қызыға тарамайтын. Той дегенде қу басы домалайтын қазақ елі. Ақсуат, ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Рахмет. Енді бүгінгі тойымыздың томағасын сыпырып берсін деген, шымылдығын ашып берсін деген ниетпен абыз ақсақалдарымыз бен аңыз аналарымызды тойдың төріне ақ тілектің алаңына шақырсақ деп тұрмыз. Әулетіміздің үлкендері Рая апа бастаған Күлмесхан апа, Оқан аға Бағиза жеңге, Қалымбек аға Бекамал тәте, Хизатбек Разия, Галия жеңге, Талант Назекет жеңге дейіп, Ақаш Айынгүл, Жұмангүл, Әлбек Майра, Қайырғазы Нұркамал, Баяхмет Пияш, Төлеген Анар, Еркін Әділет, Сәкен Нұргүл, Серік Қалимаш, Қайырғазы Зина, Гүлназ Ертай, Данияр Бақытгүл, Еркін Сайлаугүл, Серікхан Бақыт, Қабит Мейрамгүл, Болат Бану, Марс Қымбат, Мақсат Бағдат, Жеңісқызы Роза, Нұрғазы Айнұр, Серікқазы Гүлмира, Еркін Сайлаугүл деп келіңіздер. Әулет үлкендері, ақ тілек ақтарып беріңіздер. Билеп келіңіздер. Көңілді күшті керемет. Бүгінгі той, бүгінгі кеш осындай әдемі көңіл күймен өтуі тиіс деп ойлаймын. Қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Кімнің жасы үлкен, кімнің жолы үлкен, микрофонды ұсынайық. Ал, тілек тыңдайық. Құрметті ағайын туыс, құда жекірет. Баршаларыңыз келген тойға құтты болсын. Айданай күйеу бала қарындасым, жастарың
ұзақ дендері сау болсын. Мына бала-шағаларын көрсетіп өткен құрметті құтты болсын деймін сіздерге. Құрметті Озған Нәпіріна мерейтойларың құтты болсын. Бала-шағаларың қызығын көріп жүре беріңдер. Тойларын тойға жалғасын, жастарың ұзақ болсын. Қолшақтарымен қосағып жүре беріңдер. Дендерің сау. Осы отырған баршаларыңызға көп рахмет айтамын. Құрметті шараға қош келдіңіздер. Баршаларға қалаларыңыз жоғарсын. Бүгін үлкен ерен той болып жатыр. Мерейтойларыңыздар құтты болсын. Бастарыңызға бақ болсын. Дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз көп бақыт тілеймін. Балаларың қызыңдар әрде қартаймай шаға беріңіздер. Құрметті туыстар, алыс жақыннан келген құда жекжат, құдаша құда балалар бүгінгі той бәріне ортақ той құтты болсын. Осыған нәзигі сендерге үлкен денсаулық тілеймін. Әлде жақтарың түскенде жамандық көрмеңдер. Осы балалардың жақсылық қуанышын көріп, немереден шөбере сүйіп, Алла сол сендерге нәсіп етсін. Аман болыңдар, ешқандай жамандық көрмеңдер. Үйлеріңде әрқашан той бола берсін, ағайын туысың аман болсын. Құрметті Озған Мәтон апай, мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Мерейтой, гауһар тойларыңыз, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Той бола берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Міне бүгін Қажыбаевтар әулетінде Ақтиені қарын жармаған үлкен дүбірлі той болып жатыр. Озған аға, Нәзігүл жеңгей, мына алтын тойларыңыз құтты болсын. Жаңаша 70-ке келген екенсің, тағы 70 жыл жасап, дені сау болып ортамызда бала-шағаның қызығын көріп, шапқылап, ағайын екеуміз бір жаста кәлтерлеріңізді тілейміз. Тойларыңыз тойласын. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін мына ағамыз Озған мен Нәзигүлдің үлкен тойы болып жатыр. Жеңгеміз 70-ке толып, өздерінің семей қоғамдарынан еліп. Алтын тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына жасап жатқан балаларына үлкен рахмет. Той боласыз, мән жаусы тойда кезгеледі. Аслында ойнап күліп жүре беріңіз, жүзге келіңіз. Бала-шағалардың арасында қызықтар айырмасын, тойыңыз той боласын. Ал енді құрметті қауым, мұнда отырған ағайын туыстар, құда жекжаттар, алыс жақыннан келіп отырған. Мына бүгін үлкен ағамыз бен апамыздың тойы болып жатыр екен, алтын тойы. Қайырлы құтты болсын тойларыңыз. Мынау енді сол жақсы, мына бала-шағаңыздың игілігін көріңіз, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Енді аз да болса көп те көріңіз, біздің ана Айтқазиндар әулетінен біраз бір подаркалар бар еді, солар жауып кетсін, рұқсат болса. Атыңыз да Бүгін біз менің жан ағамның, жеңгемнің үлкен мерейтойына келіп отырмыз енді. Мен ағама тілейтінім, ағам менің ағатайым, жан ағам сол жеңгем.
Дендеріңіз сау болсын, мерейтойларыңыз құтты болсын. Мына бала шағаңызды өсіріп жеткіздіңіздер, еңбектеріңіз өте көп. Балаларыңыз міне бүгін сіздердің еңбектеріңізді ақтап, балаларыңыз той жасап беріп отыр. Көп рахмет. Осы немерелеріңіздің арқасында шөбере сүйіп отырсыздар, бала шағаларыңыз арқасында. Солардың қызығын көріп екеуіңіз аттай шапқылап жүре беріңіздер. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Әр күндеріңіз қуаныш пен сәттілікке толсын. Аман болыңыздар. Ағатай мен жалғыз ағам екеуміз ғана қалдық біздің әулетіміз енді. Аман болып осылай ортамызда жүре беріңіз. Әрқашан жүздеріңізден күлкі айырылмасын. Енді барлықтарыңыздың келгендеріңізге біздің қуанышымызға көп рахмет. Сол үшін енді алдарыңыздағы дәмдеріңізді алып қойыңыздар. Аздаған сыйлығым бар, соны табысын тілеймін. Мәкір апай, осыған жерде туғаныңыздар құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына жерде заңгерген Ассалаумағалейкум. Мына біздің үлкен базалардың үлкені, үлкен ағамыз Осыған база менен Нәзігүл әпкеміздің қуанышына жиналып отырған ет жақын ағайын, қуаныштарыңыз жалғаса берсін, той құласа берсін. Осыдан 50 жыл бұрын бұл кісілер жасқа білбіреп кеп, қол ұстасып өстіп, бас қосқан екен. Енді бүгін міне жаңа көріп жатырмыз. Сол 50 жылдың еңбегін қазір бір ормандай бәйтерек гүлденген баққа айналғандағын балаларымен, немере шөберелерімен өздері бір үлкен әулет орманға айналmışsыздар. Сол ормандарыңыздың жемісі мол болсын. Ғұмыр жастарыңыз сол балалардың қуанышына жылдан жылға ұзақ жасай беріңіздер, 100-ге жетіңіздер, одан өтіңіздер. Біз енді сол мына жерде жан-жақтан бүгін қаншама құда жекжаттар да жиналып жатыр, бажалар да түгел жиналдық. Енді қуаныш қызық жалғаса берсін. Осындай сіздердің үлгілі отбасыларыңыз, жаңағы бала шағаның барлығы сол сіздердің еңбектеріңіз болса, осы жиналған елдің барлығы сіздердің елмен араласқан мейірімді, қайырымды, өнегелі өмірлеріңіздің нәтижесі. Сол өнегелеріңіз артқы ұрпаққа да ел жұртқа жалғаса берсін. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін ағам мен жеңгемнің тойына келіп отырмыз енді. Қайырлы құтты болсын, үйленгендеріңізге 50 болыпты, алтын тойға. Жеңгеміз 70-ге шығып жатыр, қайырлы құтты болсын. Бала шағаңыз қызығын көріп, балаларыңыз ер жетіп, өзіңіздерге той жасап беріп отыр. Балаларыңызға рахмет. Енді көптеріңіз мені танымайсың, мен Қарасу деген жерден келдім. Елім жамырақ тойларды той қылсын. Ассалаумағалейкум жамағат. Алина нағашына апай, 50 жастарыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, бәр жақсылық тілеймін нағашы. Аман болыңыз, бала шағалардың қызығын көріңіздер. Алина тойшыл қауым, тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Енді осылай үлкен тойда кезгебейік. Ал апай, енді 70 жастарыңыз қайырлы құтты болсын. Енді 100-ге толыңыздар. Енді бар денсаулықтарыңыз мықты болып, аман есен, бала шағалардың қызығын көріп, осылай ойын күлкіден айырмай, ең дастарханда отырып жүздесіп жүре берейік.
Анден тойға келген тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Осындай той үнемі болсын. Алдына көн озған мерей тойларың, 70 жастарың құтты болсын. Сенің осыны жасап жатқан балаларыңа рахмет, келініңе рахмет, үлкен рахмет айтам Қайырбек пен Айгүлге. Жан жақтан келіп жатқан қыз күйеулеріне рахмет енді. Енді Жареловтер әулетінен бір жылқы, бір алтын деп табыстаймыз. Сіздердің бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, апай туған күніңіз құтты болсын. Немерелеріңізден шөбере сүйгеніңіздер бір ғасыр жасаңыздар. 70-тен кейін ылғи жақсылық, балаларыңыздан ылғи қызық көре беріңіздер. Жақсылық болсын. Мынау енді біз алған мамым екеуміздің сырғасы сізге естелік болсын. Кеш жарық құрметті қонақтар, құда жиылып туған туыс тойшыл қауым, бүгінгі алтын той құтты болсын. Апай жездеміздің 100 жасасын, бала шаға немере шөпшектерінің қызығын көріп, осындай тойдан тойға жете берсін. Біз енді балыздардың атынан жездемізге жылқы мінгіземіз. Құрметті тойшыл қауым, бүгін енді аға жеңгеміздің үлкен тойына міне куә болып жатсыздар. Ағамыз екеуі енді 100 жасасын, ағынан беріп тілектерге мен де қосыламын. Апай жезде, алтын тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз бақытты болсын. Бала шағаларыңызбен мың жасаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауым. Біз бүгін міне бажамыз бен қайынекеміздің тойын тойлап жатырмыз. Тойларыңыз қайырлы құтты болсын, тойға ұласын. Және балдыздарыңыз беріп жатқан жылқының баптауының бәрі мына бажалардың арқасында қабыл болсын бәрі. Рахмет, аман болайық, жақсылықта тойлап жүре берейік. Ой, бәрекелді, рахмет, тамаша. Керемет, теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан дейді. Алла тағала осы береке бірліктен, ауызбіршіліктен айырмасын дегіміз келеді. Келіңіздер енді естелікке әкеміз бен анамызды ортаға алып, суретке түсіп алайықшы. Жиендері тамаша би тарту етсем деп тұр екен, қырғыз халқының биі. Сіздер дастарханға жайғасып, қыздарыңыздың биін тамашаласаңыздар, рұқсат. Şaşma
Медина, келе ғой. Ой, бәрекелді. Казахский бизнес жасап жүр Медина. Күшті. Қошемет соғайықшы Медина қыздарыңызға. Рахмет. Сүрінген құлагерім, жылаған жаның қоса, алдыңда тұра берем, не керек бәрін жаса. Медина ақшаңды бер, түйіп орамалға, апаңа апарып бер, соңғы рет қарап алда. Қошемет соғай, Медина. Рахмет, ал енді құрметті меймандар, қадірлі қонақтар, жайғасып болсаңыздар, арнайы сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі той иелері жиған тергенін табақ-табақ ас қылып, қазы қарта жалжая қылып сіздердің алтыларыңызға тарту етейін деп тұр екен. Олай болса ортаны ашайық, бүгінгі той иелерінің арнайы әзірлеген ыстық асын қарсы алайық. Біз енді қазақ халқы жаңғырған жері ата менен елі көгерген халықпыз, сондықтан да ата сөзі қасиетті киелі, ата сөзі жанға жылы тиеді деп біздің құдалар жақтан Марат ағамыздан асқап ата сұрасақ деп тұрмыз. Марат ағамыз қайда отыр? Көрсетіп қойсаңыздар. Ал, бидай әмин, қол жайық. Құдай оңалас, ешкенам болмасын, ен сауын берсін, дастарханың байлығын берсін, астымыздың анағын берсін. Құдамыздың тойы туылсын, той болса бер. Батаңыз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын, құрғылға бата жүрмек деп жатамыз. Бата берген құдамыздың иығына той иелеріне атынан шапан жауып қоямыз. Ал қошемет соғыңыздар. Жайнауыз жүздерменен жым-жылы
қандай жақсы көңілдер жібек болып жүрекке тілек толып жолықсақ күн осылай қуаныш себеп болып жолықсақ қандай жақсы жолыққан қандай жақсы жолыққан қандай жақсы рахмет осындай жақсылыққа жолығып жүріңіздер. Рахмет. Көңіл күй қалай, құрметті қонақтар? Дәректерді 3, 4, 5, 6, 7, 8, молодцы. Араларында көңіл күйі жоқ, осы тойды көре алмай отырғандар бар ма? Что-то қошемет ақырын болып тұр ғой. Той құтты болсын, көңіл күй қалай? Рахмет. Дәл осындай көңіл күймен, құрмет қошеметпен әкеміз бен анамызды ортаға шақырайықшы. Келіңіздер, билеп, алтын тойдың себепкерлері. Әкеміз бен анамыз! Рахмет. Келіңіздер, барша меймандарға сәлем, амандық, саулық сұрасып, привет деп бір жүріп шығарықшы. Кеттік па? Ал, музыканың рахмет, әдемі беймен. Ойғырды болса! Стоп! Мама, хотя папа бүгін алдыда жүрсінші. Бүгін бірінші... Барымды қайдан білмедім. Жүрмінде жатыр іздері. Бағаларымды қайдан білмедім. Сағынсың ба сен? Рахмет. Бұл кісі уже үйреніп қалған артына жалтақтап уже. Молодцы, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау алтын тойға жеткенде жетпегенде бар. Алла өзі іріктеп, осындай күнді мінезі жақсы, көңілі жақсы, ниеті жақсы адамдарға нәсіп етеді екен ғой. Осындай той баршаларыңызға жұғысты болсын дейміз. Қошемет соқпаңыздар. Рахмет, қайда кеттіңіздер? Асықсыздар ма? Келіңіздер. Той қуаныш сіздер күтті ғой. Тамаша. Біздің әкемізді жақсы көретін, сыйлайтын меймандарымыз болса, оң қолын көтерсінші. Ой, бәрекелді, молодцы. Әкемізді жақсы көретін, сыйлайтын меймандарымыз оң қолын көтерсін. Енді жандарыңызда отырған қонақтардың иығына қолдарыңызды қойыңыздар. Сол кісіге қарап тұрып, сен биылдан қалмай ипотека кредит бәрінен құтыласың деңіздер. Енді біздің анамызды жақсы көретін, сыйлайтын меймандарымыз сол қолымызды көтерейік. Ой, тамаша. Сол қолымызды барлығымыз көтеріп, жаңа сіздерге ақ тілегін білдірген меймандардың иығына қолдарыңызды қойыңыздар. Сіздерге жақсы тілек айтып жатыр ғой. Сіздер де сол жаққа қарап тұрып, онда сенің шаруаң болмасын деңіздер. Тамаша. Әрине әзіл сөз жүрмекке жақсы, пластилин ермекке жақсы, әркімнің бұты қисық болса да өзіне жүрмекке жақсы деп қалжыңдап жатқан жайымыз бар. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді біздің әкеміз бен анамыз жайлы сұрақтар қояйық. Дұрыс тапқан меймандарымызға той иелерінің атынан сый-сияпаттарымызды тарту ететін боламыз. Келістік қой. Ал біздің әкеміз бен анамыздың шаңырақ көтерген жылы айы күні кім білет қол көтерсін? Кім? Келіңіз. Қош келдіңіз. Кім боламыз? Қарындасы. Кімнің? Атамның. Атамыздың қарындасы. Қай жақтан келіп отырсыз? Талдықорған. Бәсе бізде Ақсуатта мынандай прическа жоқ. Керемет, қош келіп жатырсыз. Әкеміз бен анамыздың шаңырақ көтерген жылы айы күні. Күнін білмеймін, мен 50 жыл. 50 жыл екенін бәріміз біліп тұрмыз ғой. Қай жылы? Шаңырақ көтерген туғанмын деп естіп қалдым.
Әкеміздің туған күні деп естіп қалған екен, жақсы. Әкеміздің туған күні айы жылы олай болса. 25-і 6 ай 51 жылы. Дұрыс па? Дұрыс, келіңіз. Әкеміздің молодцы. Өзінің туған күнін ұмытып, біздің әкеміз бен анамыздың тойына келіп отыр. Қошемет соғып қойыңыздар. Тамаша, біздің әкеміздің туған күнін айын жылын айтып жатыр. Енді біздің анамыздың туған күні айы жылы кім біледі, қол көтерсін. Келіңіз. Көк көйлектегі апайым бірінші көтерді. Сіз де шығыңыз. Приз көп біздер. Келіңіздер. Күшті. Мына кісі енді қызық келе жатыр еді, музыка шыққаны. Тамаша. Қош келдіңіздер, есімдеріңіз? Есімім Қымбат. Екпін ауылынан келдім. Әзігүл апайдың туған күні 25 март. Дұрыс емес екен. Мына кісіден сұрап көрейік. Мына кісіден апайымнан сұрап. Есіміңіз? Класс көршісінің Әзігүл апайдың туған күні 22 март 55 жыл. Дұрыс па? 22 март 55 жыл. Молодцы, мына өзіңізге дұрыс жауап айтқаныңыз үшін, сізге қателескеніңіз үшін биіңізге приз береміз. Молодцы, қошемет. Екпін ауылдан келіп отыр, қошемет соғып қояйық. Басқа беретін түк жоқ, Молодцы, қошемет соғып отырыңыздар. Ал біздің әкеміз бен анамыздың шаңырақ көтерген жылын кім біледі? Жоқ, жаңа айтпады. Келіңіз. Апа, келіңіз. Билеп ортаға шығайық. Жақсы, келіңіз. Жаңа таяқты ұмытып, апам күшті келе жатыр еді. Жақсылықтың жастығын жастап келіңіз. Бүгінгі тойдың әдемі көңіл күйін бастап беріңіз. Бұйырса біздің әкеміз бен анамыздың 100 жас мерейтойында қолыңыздағы таяқты тастап беріңіз. Класстасы? Ой, молодцы. Жас көрмейсіздер вообще. Есіміңіз? Мен екпіннен келдім, Қайша. Класстасым. Нәзігүл екеміз. Бір бара бір қайра есі. Деген отыр. Апаммен тойдан кейін әңгімелесін адам екен, отырып тойдан кейін асықпай әңгімелесейікші, апа. Біздің атамыз бен апамыздың шаңырақ көтерген жылы айы күні. Жыл 75 жыл үйленген күнін ұмытты. Жақсы, осындай жылын әлі ұмытпай жүрген памятіңіз үшін сізге сыйлық табыстап қояйық, арнайы той иесінің атынан. 50 жыл болды үйленгенім. Өзіңізге де 50 жыл, көрдіңіз ғой, өзі намек ұстап жатыр. Екінші приз, 50 жыл болып жатыр. Құтты болсын. Бермей қойсаң да болатын еді, өкпелемеймін деп алып кетіп бара жатыр апам. Қошемет соғайық апамызға. Рахмет. Біздің атамыз бен апамыздың хоббиі, кім біледі? Бос уақытында, келіңіз. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Майра. Кім боламыз? Жиен. Жиені. Біздің атамыз бен апамыздың хоббиі не? Қыдыру. Қыдыру дейді. Дұрыс па, апа, ата? Дұрыс дейді. Қошемет соғып қойыңыздар. Күшті. Молодцы. Осылай қыдырып жүрелеріңізді, немерелеріңізді, жиендеріңізді аралап. Басқа түк жоқ береді. Кел, тағы бір хоббиі бар дейді ағамыз. Бәрекелді. Ассаламуалейкум, қош келдің. Биің ба жүрсің ба мынау? Биің бе жүрсің деді. Осылай,
Есімің? Мақсатқұл. Кім боламыз? Осы күйеу боламын. Күйеу баласы. Біздің атамыз бен апамыздың хоббиі Сериал көру. сериал көру дейді. Дұрыс па? Рахмет. Қандай сериалды жақсы көреді? Үнді сериалдар бар, жаңағы түрік сериалдар бар. Одан кейін жаңадан шығып жатқан көп сериалдар бар ғой. Бәрін көрдім. Бәрін жібермейді, молодцы. Сен сериал қосып бересің сол кісілерге. Молодцы. Қошемет соғып қояйық. Рахмет. Енді біздің атамыз бен апамыздың тойы ғой, сондықтан да апамыз бен атамызды барлығымыз құттықтап, ерекше фантазияларыңызды қосып жүрек көрсетейікші. Қай жүрек ұнайды, сол қонақты ортаға шақырып приз береміз. Түсінікті бай. Сіздер жақсылап қарап тұрыңыздар. Ал музыканың ырғағымен, әне. Әне. Апа. Вау, апа, сізге бүйрек бұл кетті, бүйрек. Кішкене иіліңіз. Енді келді. Күшті. Молодцы. Құрастастар, апаның қолы күшті майсар. Қайда жүрек қайда, жастар? Атам дейін қапқан жүрек. Қай жүрегін ады? Апаның жүрегі ме? Келіңіздер. Келіңіз апа. Керемет. Хош келдіңіздер, апа, келдіңіздер. Біздің атамыз бен апамызға барша халық көрсін, шын жүрекпен тілектеріңізді, ниеттеріңізді жүрекпен көрсетейікші. Жүрек. Әне. Күшті. Апа, түсірмеңіз. Керемет. Апамызда қошемет соғып қояқ, сый-сияпаттарын табыстап қояйық. Орамал, қол болмайды, жол болады деп өздеріңізге әрқашанда жолдарыңыз болсын. Екінші апамызға. Рахмет. Апа, кім боласыздар? Танысы болайық. Менің атым Дәмелбай, әмбе апайым, әмбе досым. Жездеміз болып көреді. Қай жақтан келіп отырсыз? Мырзадан келдім. Ана Мырза ауылынан. Есіміңіз? Жәния. Кім боламыз? Досымыз. Друзья, вообще. Молодцы. Қай жақтан келіп отырсыз? Осы жақта Ақсуаттамыз. Баяғыдан көрші болғанбыз, қазір Ақсуаттамыз. Баламыз да бірдей, өзіміз де бірдейміз. Ой, молодцы. Қошемет соғып қояйық. Рахмет. Қазір мен бір сан айтам, сол санның біздің әкемізге болмаса анамызға қандай қатысы бар екенін табу керексіздер. 39 саны. Қол көтеріп жауап береміз. Қол көтеріп келіңіз. Қол көтеріп. Нұргүл апай. Беріп шығанда.
Қай жақтан келіп отырмыз? Екпін ауылынан. 39 санының қандай қатысы бар? Кімге? Қанарға 40-ші. Жоқ, 39 санының қандай қатысы бар деймін да бұл кісілерге? Апама 39 санының қандай қатысы бар десем, ағаның аяқ киімінің размері 42 дейді маған. Ал апамызға қандай қатысы бар? Мұндық қойдырмын соны. Жарайды. Апа ұқпасаңыз апамызға сыйлық берейік. Өзіңізге келіңізші. Жоқ, жаңа сіз сыйлық алдыңыз. Қош келдіңіз. Кім боламыз, есіміңіз? Амын, келін болам. Келін, осы өлеттің. 39 санының қандай қатысы бар? Аяқ киімінің размері. Апамыздың аяқ киімінің размері дұрыс. Молодцы, қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет. Нұргүл апай, сіздікі сәл жетпей қалды. Келесі сан 55 саны. Қандай қатысы бар? Келіңіз. Келіңіз. Апам шықсыншы, апам көріп жүреді. Иә, жүріңіз апам. Апам менен жақсы майсады ғой. Қош келдіңіз апа. Есіміңіз? Майра. Кім боламыз? Жеңгесі. Жеңгесі апамыздың. Ағамыздың, молодцы. Біздің атамызға 55 санының қандай қатысы бар? Атам емес, апана ғой, апам 55-ші. 55-ші жылы ма? Тағы да бір атама қатысы бар осы санның. Жылы тағы да бір қатысы бар. Апамызға сыйлық беріп қойып, дұрыс жауабын білетіндер кел апа. Апамызға сесе апа. Апа өзіңізге қазір дұрыс жауабын естейміз де? Рахмет, өзіңізге яғысы. Кімнің? Әженің, ата мен әжен. Ата мен әженің немересі. Би бар ма? Ау? Билей аласың ба? Биге жоқсың, Қандай өнерің бар? Билеп беретін шығарсың атаң мен апаңның тойында. Жоқ па? Жақсы. 55 санының қандай қатысы бар? Сабақ біткеніне, мектеп біткеніне. Мектеп бітіргеніне 55 жыл. Дұрыс. Атамыздың мектеп бітіргеніне 55 жыл. Тамаша. Молодцы. Келесі сан 96 санының қандай қатысы бар, кім біледі? 96 саны. Рахмет, 96 санының қандай қатысы бар? Ең алғашқы немересінің дүниеге келген. Жоқ, дұрыс емес, просто жай айта салдым осыны. Өз тойыңызды өзіңіз сыйлық алмайтын шығарсыз, Жақсы, рахмет. Атамыз бен апамызда төрге шығарып қойып, тамақ іштіңіздер ма? Тамақ ішпейсіздер ме енді? Апам тамақ ішпеп тұр. Жүріңіздер, апа, тамақ ішеміз. Құрмет, қошемет соғып қояйық біздің атамыз бен апамызға. Келесі кезекте осы әулетіміздің ұл мен қыздарының арқасында тапқан туысқандары бар, құдағилар деп аталады. Сол жандарда Ақтілектің алаңына шақырайық, аттарыңызды атап, түстеріңізді түстеп, Төкен құда бастаған, Нұржамал құдағи қостаған, Совет Айшыхан, Квара Сақыт Айпарша, Ердәулет Баянгүл, Марат Жанна, Жамбыл, Бақытжан Жанар, Қаржау
Риза, Бақыт, Зинолла Гүлшат, Мұхтар Ақмарал, Қаржаубай, Ақаш Бекеш, Айтқали Аңсаған, Дүйсек Мәншік, Оян Мақсат, Берік Бақытгүл, Мұрат Гүлнар, Алаш Гүлжанат, Серік Бақыт, Айдар Жадыра, Индира, Қадыр Бақыт Жамал, Омарбек, Айынгүл, Ербол, Еңілік, Алмагүл, Жеңіскүл, Базаргүл, Кенжебек Торғын, Мұқаш Мәкен, Нұрбек Меруерт, Сандуғаш Серік Меруерт, Болат, Бану, Индира. Билеп шығарды деп жазып қойыпты мына жерге. Келіңіздер, құдағилар! Молодцы, осылай күліп жүріңіздер, күліп жүрген үйге күн түседі дейді, түнеріп тұрған үйге кім түседі дейді. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, қош келдіңіздер. Кім бастап береді? Ақ сақалды аталарымыз бастасын. Микрофонды ұсынайық. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Азигүл 70 жасы құтты болсын. 150-ге кел, 150-ге. Адамзатқа 150 жас береді екен. Алла дейміз бе, табиғат дейміз бе, оны өздеріңіз шеше жазып. Ол 150 жас әркімнің өзінің қолында, ол жасайтын адам жасайды. Сол 150 жасқа келіңіз, екеуіңізді. Оғанға дейін дүниежүзінің ғалымдары мәңгілік эликсирді тауып қалар. Сол мәңгілік эликсир ішіп ары қарай өмір сүре бересіздер. Дендеріңіз сау, бала-шағаларыңыздың ортасында жүре беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Әлемді құда билер, құда бер. Туған күніңіз құтты болсын, 70 жасыңыз. Мерейтойларыңыз құтты болып, дендеріңіз сау болсын. Жылда осындай тойға жете берейік. Бала-шағаңыздың хұзырын көріп, дастархан тек жақсылықта жайылсын, той-тойға болса кетсін. Амандық, денсаулық тілеймін. Құрметті тойшы қауым, нақсылы қауым үлкен тойы бар, таңыздың тойы, мерей тойы, тойларыңыз той болса берсін. Алтын тойларыңыз болсын. Сізге тек қана денсаулық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, алдыңыздар, нәуесіп атқан оғыздарыңыз, немелеріңіздің қыздарың көріңіздер. Осы ауылда тек қана қуанышқа, жақсылыққа келейік. Тойларыңыз сойларға болса берсін. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызда тек қана қуаныш, жақсылық болсын. Бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Жүзге келдіңіздер, бала-шағаларыңызды ұзын көрдіңіздер. Еңбек сүріңіз. Ертеңгі ауызға еттіңіз. Жақсылыққа жете беріңіздер. Жақсылық. Құрметті тойшы қауым, той бәріңізге құтты болсын. Құда-құдағи